сабақ өтеміз. Ерекше сабақтығы сондай, енді бүгін әдеттегідей топқа бөлінеміз, топқа бөлінеміз. Ерекше сабақ деп отырған себебім, мақсатым менің бүгін жазға дайындалу және мына 31 мамыр қуғын сүргіндердің күнін атап өту. Солай ма? Осының бәрін мен бір сабаққа осы бүгінге кірістіремін. Сондықтан топқа бөліну үшін мен бүгін мына аттарында көрініп тұрған ұлы адамдардың атымен бөлінеміз. Жарай ма? Міне бірінші Ахмет Байтұрсынұлы. Айтшы кім? Ахмет Байтұрсынұлы деп айтшы. Екінші міне Тұрар Рысқұлов. Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне орай орнымыздан тұрып, бір сәт үнсіздікпен еске алайық. Орнымыздан тұрайық. Ұлы тұлғаларды еске аламыз. Үн-түнсіз. 1 минут сәт үнсіздік. Рахмет, отыра қойыңдар. Енді мақсаты, бүгінгі сабақтың мақсаты. Интеллектуалды сабақтың өткізе отырып, оқушыларға мына ұлы тұлғалардың өмірі туралы мағлұмат беру және қуғын сүргіндердің не екенін түсіндіру. Жарай ма? Енді ертең 31 мамыр, 31 мамыр, яғни саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Ол күн деген сөз өте азалы күн. Азалы күн. Қазақ елі үшін азалы күн. Яғни көптеген біздің ұлы тұлғаларымыз бұл өмірде қиындықпен кеткен екен. Солай ма? Соларды еске аламыз. Оларға кімдер жатады? Жаңа бөлінді. Ахмет Байтұрсынұлы, Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұмабаев және деген тұлғалар жатады. 31 мамырда ашаршылық пен репрессия құрбандарын еске алу күні болып, 1997 жылы елбасымыз жарлыққа қол қойған. 1997 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жарлыққа қол қойған. Сонда бұл күнді қаралы деп атап өтіп, оңай айта салған емеспіз. Оның түрінде үлкен қайғы қасірет жатыр. Әрбір қазақтың баласы қайғы қасіретті ұмытпау керек. Қанша тоқшылық болса да, аштықта жеген наныңның дәмін ұмытпа дейді. Түсінді? Аштықта жеген. Міне осындай репрессияның кезінде алаш зиялылары үлкен қызмет атқарып, ел үшін күрес жүргізген екен. Сонда қайғы қасіретті біз сол үшін еске аламыз екен. Түсінікті ме? Яғни шамамен тарихшыларды айту бойынша сол кезде қандастарымыздың 60% қырылып кеткен екен. Қандастарымыз деген көріңіздер ғой, қазақ қандастарымыздың 60% ашаршылықтан қырылған екен сол кезде. Қазақ елі азайып қалған екен. Кеңес үкіметі болмағанда, қолдан жасалған аштық болмағанда, қуғын сүргін болмаған кезде қазір 30 миллиондық халқымыз болатын еді. Көрді ме? Қазір халқымыздың саны аз. Енді кеңес үкіметі деген сөз сол кездегі үкімет қой, сол кездегі үкімет болмағанда дейді, біздің қазақ халқының саны көп. Ол аштықты үкімет кеңес одағы әдейі ұйымдастырған. Осы ұлтты жоюдың есіне мақсатында. Солай ма? Сол кезде ұлт үшін күрескен біздің ұлы тұлғаларымызды бүгін еске аламыз. Түсінді ме? Орыс, яғни көбінесе билікті Россия жүргізді. Кеңес одағы кезде. Сол кезде біздің халқымыздың қамын ойлап жүрген осындай азамат тұлға. Біздің топтың аты Ахмет Байтұрсынұлы. Топ басшысы
Жасмин. Ал. Ахмет Байтұрсынов. Кім?